Сәлеметсіздер ме? Жалпы Жанар Сәрсенова деген каналға қош келдіңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен 2022-2021 жылдары осы каналды жүргізген болатынмын. Содан соткам бұзылып қалып, ол канал сол сотканың ішінде кетіп қалған болатын. Содан ол сотканы жөндетіп, ішіндегі аккаунтты қайтадан восстановить етіп, мені осы каналды қайтадан жүргізуді қолға алдым. Енді қолың не қап-қара деп таңылмай қойыңыздар. Менің қолым, мен еще мұғаліммін ғой, цветной принтердің краскасын құямын деп қолымды бұлғап алдым. Ал енді мен бүгін пельмень түйгелі жатырмын. Енді осындай қолмен пельмень түйу маған қиындық тудырып тұр. Бірақ әйтсе де мен мынандай перчатка киіп алып, жұмысымды ары қарай жалғастырамын. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пельменнің нанын еліп қойғанмын. Енді осыны тағы да бір басамын. Осыны үшке бөлемін, ол деймін. Өйткені кішкентай болса тезірек бітеді. Қазір пельменді бірге жасаймыз. Нанның иіні қанған дұрыс қой, сондықтан да өстіп қатты басып жатырмын. Короче, пельменге арналған самсақты мясорубкадан өткізгелі жатырмын. Кеттік. Жыладым. Міне сочный сарымсақ шықты. Осыған қазір тартылған етті, тұзды, қара бұрышты қосып, пельменге фарш жасаймын.
мұз болып қатқаған ғой. Соны микроволновкаға, разморозкаға қойып жібіттім. Бірақ деген менде қатты жібімеді. Содан кейін бұл соғымның еті қатты тұздалған. Сондықтан мен тұзды аз қостым. Ал бұрышты сәл көбірек қостым, өйткені етім көп. Аштайын. Енді осымен пельмен жасаймыз. Кеттік. Сонымен нанды жаямыз. Қолым қара, бірақ та шошымай қойыңыздар, өйткені қолыма краска жоқ керек. Ал ол краска нанға жұқпайды. Қанша жудым, кетпеді. Нанды жайып болды. Енді пельменге домалақ қылып, әдемі қылып кесуге де болады. Бірақ мен бүгін төртбұрышты қылып кесе салайын деп тұрмын. Домалақ болса әрине әдемі көрінеді. Бірақ мен қазір асығыс болғандықтан осылай төртбұрышты қылдырып жасайып, өстіп тізе беремін. Осылай пельмен түйді. Қазір басқа нанды да түйемін. Иісі қандай тамаша.